Саламатсыздар ма? Менің YouTube парақшама қош келдіңіздер. Бүгін каналымда өте жұмсақ, дәмді, оңай жасалынатын нан пісіреміз. Нанды қалауыңызша жасауға болады. Мен осы жолы чеснок және кунжут қойып жасадым. Яғни әркім өзінің талғамына байланысты қалаған нәрселеріңізді қосып жасауыңызға болады. Нанымыз өте жұмсақ болады, әрі оңай жасалынады. Уақыт көп алмайды. Бізге қажет болады 1 шай қасық қант, 3 ас қасық зәйтүн майы немесе шағыл маймен алмастыруға болады, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық ашытқы, яғни дрож, 400 мл сүт, жылы сүт керек. Және қажетінше ұн саламыз, електен өткізіп. Жұмсақ тесті болғанша ұнды електен өткізген жақсы. Қамырымыз біркелкі және де арасына кислород барып жақсы көтеріледі. Ұнымыз міндетті түрде жылы болу керек және де қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін қамырымызды алып 2-ге бөлеміз. Әр қамырды дөңгелек қыламыз да бөлек-бөлек өздеріңіздің қалаған формаларыңызға әкелесіздер. Қамырымызды қалаған формаға келгеннен кейін 1 жұмыртқаны жағамыз. Мен бірінші нанға кунжут жақтым. Екінші нанды чеснок қосылған қоспамен жасадым. Ол үшін аздап зәйтүн майын алып, оған петрушка немесе аскөк, өзіңізге ұнаған шөпті қосасыз. Немесе кептірілген шөптерді де қосуға болады. Және де 1 тісше сарымсақты теркадан өткізіп саласыз. Осының бәрін алып, нанның бетіне жағып шығасыз. Зәйтүн майын сары маймен де алмастыруға болады. Бәрін дайындағаннан кейін қамырды 20-30 минутқа жылы жерге қоямыз. Кейін 180 градуста 40-60 минуттай пісіреміз.